Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 103-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Skills 8C, Exercise 5, 5-ші жаттығу. How do these people make Kazakhstan proud of them? Tell the class. Олег Земляков, Геннадий Головкин, Бауыржан Исламхан. Төменде көрсетілген адамдар Қазақстанды қай жағымен қалай танымал етеді? Сыныпқа айт деген. Біріншісі, Олег Земляков. Олег Земляков is a young cyclist winner of the 2016 Tour de Filipinas. Олег Земляков 2016 жылғы Le Tour de Filipinas'тың велосипед жарыстарының жас жеңімпазы. Екіншісі, Геннадий Головкин. Геннадий Головкин always wins medals for boxing every Olympic game. His names are known from Astana to Los Angeles, California. He is famous boxer. Геннадий Головкин олимпиадалық бокс ойындарында әрдайым медаль жеңіп алады. Оның есімі Астанадан Лос-Анджелес пен Калифорнияға дейін белгілі. Ол әйгілі боксшы. Үшіншісі, Бауыржан Исламхан. Бауыржан Исламхан is a young football player. He is the captain of Kairat teams. He is famous in the UEFA Champions League. Бауыржан Исламхан жас футбол ойыншысы. Ол Қайрат командасының капитаны. Ол UEFA Чемпиондар лигасында танымал. Міне оқушылар, бұл 5-ші жаттығуымыздың жауаптары. Келесі тапсырмаға көшеміз. Listening тыңдалым бойынша берілген тапсырма. Exercise 6, 6-ші жаттығу. Look at the gaps from 1 to 5 in that word. What words do you think are missing? Names, nouns, or numbers? Check with your partner. Жарнамаға қарайсыңдар, 1-ден 5-ке дейінгі берілген бос орындарда қандай сөздер қалып кетіпті? Соны жазуларын керек. Атаулар, немесе зат есімдер, немесе сандар қайсысы қалып кетті, соны дұрыс толықтырамыз. Оны серігіңмен тексер деген. Who, Bridge, Linehearts, vs Astana Arlans. Where, есіл. When, қашан. Saturday, 2nd of June, 7 p.m. until midnight. Tickets 020473218 or online from our website. Келесі B тапсырмасы. You are going to listen to a radio advertisement. Look at the advert. What is the advertisement about? Сендер радио жарнамасын тыңдайын деп жатырсыңдар. Жоғарыда берілген жарнамаға қарап көріңдер. Жарнама не туралы екені айт деген. Бұл жарнама не туралы? This is advertisement about World Series Boxing Final. Бұл жарнама әлемдегі бокс финалдары жайлы екен. Келесі тапсырма 6-шы жаттығуымыздың C тапсырмасы. Listen and write the correct answers in your notebook. Берілген тыңдалымдағы тыңдап және дұрыс жауаптарын дәптерлеріңе жаз деген. Дұрыс жауаптарын дәптерлеріңе жазып аласыңдар. Енді келесі тапсырма speaking. Айтылым бойынша берілген тапсырмалар Exercise 7, 7-ші жаттығуымыз. Find out about your partner's favorite sports activities. Tell the class. Өзіңнің, досыңның немесе серігіңнің сүйікті айналысатын спорт түрін тап деген және оны сыныпқа айту керек. Төменде мысал келтірілген. Мысалы, how often do you go swimming? Сен қаншалықты жиі жүзуге барасың? I sometimes go swimming. How often do you go swimming? Мен кейде жүзуге барамын. Ал сен қаншалықты жиі жүзуге барасың? I go swimming every day. How often do you play football? Мен күн сайын жүзуге барамын. Ал сен қаншалықты жиі футбол ойнайсың? Осы сияқты етіп жалғастырамыз. Төменде 8 түрлі спорт түрі берілген және күндері уақыттарды берілген. Осы кестені пайдалана отырып үлгідегідей диалог құрастырамыз.
How often do you play football? Сен қаншалықты жиі футбол ойнайсың? I play football every day. How often do you play football? Мен күн сайын футбол ойнаймын. Ал сен қаншалықты жиі футбол ойнайсың? I sometimes play football. Мен кейде футбол ойнаймын. How often do you go cycling? Сен қаншалықты жиі велосипед тебуге барасың? I often go cycling and you? Мен жиі велосипед тебуге барамын. Сен ше? I never go cycling. Мен ешқашан велосипед тебуге бармаймын. How often do you play tennis? Сен қаншалықты жиі теннис ойнайсың? I sometimes play tennis. How about you? Мен кейде теннис ойнаймын. Өзіңде қалай? I often play tennis. Мен теннис жиі ойнаймын. How often do you play volleyball? Сен қаншалықты жиі волейбол ойнайсың? I play volleyball every day. How often do you play volleyball? Мен күн сайын волейбол ойнаймын. Сен қаншалықты жиі волейбол ойнайсың? I never play volleyball. Мен ешқашан волейбол ойнамаймын. Келесі, how often do you do boxing? Сен қаншалықты жиі бокспен айналысасың? I often do boxing. Мен жиі бокспен айналысамын. And you? Сен ше? I sometimes do boxing. Мен кейде бокспен айналысамын. Осы сияқты етіп, басқа спорт түрлеріне де жазсаңдар болады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Writing, жазылым бойынша берілген тапсырма. Exercise 8, 8-ші жаттығу. Complete the email to your English speaking pen friend, 60-80 words. Төменде сендерге үлгіде хат берілген. Осы хатты өзіңнің ағылшын досыңа арнап, 60-80 сөзден тұратындай етіп, толықтырып жазуларың қажет. Dear Lucy, құрметті Люси, I like a lot of different sports. I watch boxing and a football match on TV. At school, I play volleyball and football. In the afternoon, I have tennis lessons. I often go cycling with my friends at the weekend. I sometimes go swimming, but I don't like to gymnastics. What about you? Құрметті Люси, мен спорттың көптеген түрлерін ұнатамын. Мен теледидардан бокс және футбол матчтарын қараймын. Мен мектепте волейбол және футбол ойнаймын. Түстен кейін менде теннис сабақтары бар. Мен демалыс күндері өзімнің достарыммен бірге велосипед тебуге жиі барамын. Кейде мен жүзуге де барамын, бірақ мен гимнастика жасағанды ұнатпаймын. Ал сенде қалай? Осы сияқты етіп жазсаңдар да болады, немесе үлгіде көрсетілген хатты бос орындарына әртүрлі спорт түрлерін алмастырып жазсаңдар да болады. Осымен оқушылар, бүгін сендермен 103-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Назарларыңа үлкен рахмет, келесі кездескенше.